Келесі, ауыл мен қала балаларының мүмкіндігі тең емес деген пікірмен келісесіз бе? Егер иә болса, депутат ретінде сіз не істей аласыз? Тең емес болғанда жаңағы материалдық жабдыққа байланысты тең емес болуы мүмкін шығар. Өйткені Алматы қаласымен салыстыратын болсақ, мына қазір жаңағы өздеріңіз барған Сарыбұлақ ауылы болсын, Ақтоған ауылы болсын, интерактивті тақта дейміз. Басқасы қазір енді жасанды интеллектпен жұмыс істеңдер деп жатыр мұғалімдерге, курс өтіңдер дейді. Бірақ соған материалдық жабдық бар ма, дайын ба сол жаңағы мемлекет деңгейінде? Мысалға қысқа мерзімді жоспарлар жасайды мұғалімдер. Ол қысқа мерзім жоспарларын оқысаңыз, мынандай видеоның сілтемесі, балаларға видео көрсетуің керексің, не болмаса басқа бір ойындар ойнатуың керексің деген сияқты жоспарда бар. Ал өкінішке қарай материалдық жабдықталмаған, интерактивті тақтасы жоқ. Көрсеңіздер, 50 жыл өтіп кеткен тақталарды бормен жазып әлі күнге дейін қолданып жүр. Сол сияқты проблемалар өте көп. Онда интернет мәселесі бар. Кейбір ауылдарда интернет ұстамайды. Жаңағы енді Ақтоған ауылында, Сарыбұлақ ауылында интернет ұстап тұр. Казатком ауылында да осы уақытқа дейін интернет мәселесі өте күрделі болған. Қазір енді ақырын жөнге келіп жатыр. Сондай мәселелер көп қой. Енді Алматы мен басқа үлкен қалалармен салыстырсаң, әрине айырмашылық жер мен көкте екені білініп тұрады. Біздің енді депутат ретінде не өзгерте аламыз? Біздің қолда бюджет жоқ, бірақ біз ұсыныс жасай аламыз, хат жолдай аламыз, депутаттық сауалымызды жолдай аламыз. Сол біздің қолдан келетін нәрсе. Облыс деңгейінде, министрлік деңгейінде көтере аламыз сондай сұрақтарды, хаттарымыз жолдай аламыз. Қазір мына өтініш деген электронды нәрсе жақсы болды. Мысалға, бір хат жолдайсыз, 15 күннің ішінде кез келген мемлекеттік орган 15 күннің ішінде жауап беруі тиіс. Сол. Қорытынды сұрақ ретінде, білім теңсіздігін жоюда қоғам мен биліктің рөлі қандай болуы тиіс деп ойлайсыз? Білім теңсіздігі жөнінде дейсіз ба? Иә, білім теңсіздігін жоюда қоғам мен биліктің рөлі қандай болуы тиіс деп ойлайсыз? Қоғам тарапынан енді азаматтық қоғам бізде жаңағындай қалыптасып келе жатыр ғой. Енді қазір мына халықта көз ашық, көкірегі ояу ақпарат көздері бар. Жаңағы көрген шығарсыз, біздің кездесуде де халық айтып жатыр, міне біздің балаларымыз осындай ескі ғимаратта оқиды деп. Жаңағы үлкен мінбеде отырған азаматтарға, шенеуніктерге өздерінің видео үндеуін жариялап жатыр мысалға. Енді халықтағы ұсыныс, сұрау жаңағы үкімет тарапынан, билік тарапынан осы мәселелер, жалпы білім саласына реформалар керек сияқты. Осындай реформа болғанда жаңағы құрылыс саласына, мектептерді салу жағына кішкене дұрыс көңіл бөлу керек. Әсіресе жаңағы кішкентай ауылдар назарсыз қалмау керек та. Кішкентай біз деген жаңағы Есік қаласын алатын болсаңыздар, үлкен мектептер салып жатыр жаңағы. Жеке меншік мектептерде салынып жатыр. Неге соны жаңағы біздің қалталы азаматтар, олигархтар, неше түрлі бай бағбандар жаңағы барып кішкентай ауылдарды көтермейді? Жаңағы ол жақта да өзіміздің бауырларымыз, азаматтарымыз тұрып жатыр ғой. Оларды жаңағы назарсыз қалдыруға болмайды деп санаймын. Бюджеттен қаржыға кеп тіреледі ғой, бәрі қаржыға кеп тіреледі. Сол дұрыс қаржыландыру, дұрыс бөлу керек сияқты сол қаржы мәселесін. Мына кішкентай аудандар, ауылдар назарда болу керек, мемлекеттің назарында. Ауылды көтермесек, ертең күні біздің болашағымыз бұлыңғыр болады деп санаймын. Ауылға көңіл бөлу керек қой, сондай кішкентай ауылдарға. Сол менің ойым қысқаша. Жауаптарыңызға көп рахмет. Біз бұны мақалаға, яғни сарапшы ретінде әрбір тараптан сөздерін естіп жатырмыз. Ана біз барып келген кезде мектеп директоры, ауылдық тұрғындар, активистер деген секілді жастар, ата-аналар, жан-жақтан әркімнің пікірі керек. Дәл сол секілді облыс әкіміне де, аудандық әкімге де хаттама деген секілді жолдау электронды түрде жіберейін деп отырмыз. Дәл сол секілді сіздің де ойыңыз бізге керек болды, маңызды болды. Сол үшін де осылай уақытыңызды қиып бөлгеніңізге көп рахмет айтамын.
Сізге Бұйырса рахмет. осы Ақтоғанда да, Сарыбұлақ ауылында да бұл мәселе шешіледі деген үміттеміз. Сізге рахмет. Бір